Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық элементтердің табиғи топтары. Бүгінгі сабағымызда қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататындығын білеміз. Бірінші А топ элементтері. Сілтілік металдар. Сілтілік металдарға литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций элементтері жатады. Бұлар өте жұмсақ, иілгіш, оңай кесілгіш болып келеді. Бұлар өте белсенді металдар. Бұлардың ішіндегі ең белсендісі франций элементі. Франций элементін металдардың патшасы деп атайды. Бұл металдар сонымен өте шабытты әрекеттесіп, сілті түзеді. Сол себепті бұларда сілтілік металдар деп атап жатады. Келесі бізде жетінші А тобы. Жетінші А тобының, яғни жетінші топтың негізгі топшасының элементтері галогендер деп аталады. Оларға фтор, хлор, бром, иод, астат элементтері жатады. Бұлар өте белсенді бейметалдар. Олардың ішіндегі ең белсендісі фтор элементі. Оны бейметалдардың патшасы деп атайды. Бұлар өте қауіпті. Түстері алуан түрлі болып келеді. Фтор элементі ашық сары түсті. Хлор сарғыш жасыл түсті газ. Бром элементі қызыл қоңыр түсті сұйық зат, ал иод қара күлгін түсті қатты зат болып келеді. Өте белсенді болғандықтан оларды жабағы ыдыстарда сақтайды. Металдармен өте шабытты әрекеттесіп, тұздар түзетіндіктен бұларды галогендер, яғни тұз түзушілер деп атайды. Галогендер өте улы элементтер. Келесі бізде 8-ші А тобы инертті газдар. Инертті газдарға гелий, неон, аргон, криптон, ксенон, радон жатады. Бұларды металдарды дәнекерлеуде немесе жарнамалық лампаларда қолданылады. Гелий жарылғыш газ сутектің орнына қолданылады. Келесі сіздерге тапсырма. Периодтық жүйені пайдаланып, келесі кестені толтырыңыздар. Бұл жерде сіздерге гелий, бром, азот элементі берілген, және де төртіншісі белгісіз элемент. Олардың атомдық нөмірлері, кейбір элементтерде берілген, атомдық массалар берілген, протон сандары, нейтрон сандары, электрон сандары. Сіздер бос ұяшықтарды табуға міндеттісіздер. Келесі бізде сергіту сәті мені таны деп аталады. Бұл жерде берілген элементтердің ішінен біз сілтілік металдарды теріп жазуымыз қажет. Ал келесі элементтердің ішінен біз сілтілік жер металдарын теріп жазуымыз қажет. Келесі элементтердің ішінен біз инертті газдарды теріп жазуымыз қажет. Енді келесі жұптық жұмыс. Жұптық жұмыс ойлан, жұптас, бөліс деп айтылатын үштік әдістен тұрады. Бұл жерде біздерге кесте берілген. Кестенің бірінші қатарында элементтердің сипаттамасы жазылған. Ал келесі қатарда элементтер берілген. Бірінші галоген, сәйкес элементті табуларыңыз қажет. Инертті газ, сілтілік металл, емші металл, металдардың патшасы, бейметалдардың патшасы, бекзат газ және сұйық металл. Келесі элементтерді осы атауларға сәйкестендіріңіздер. Келесі бізде жеке жұмыс, элементке резюме жазу. Әрқайсымыз бір элементтен алып, сол элементтерге резюме жазамыз. Яғни айтқанда сипаттама береміз. Элементтің таңбасын, реттік номерін, атомдық массасын, атом құрылысы,
протон, нейтрон, электрон сандарын, периодтық жүйедегі орнын, яғни қай периодтың, қай қатардың, қай топтың элемент екенін, содан кейін қасиетін, бұл металл ма әлде бейметалл ма, соны жазуымыз қажет, және қандай табиғи топқа жататын, яғни табиғи ұяласының атауын, содан кейін агрегаттық күйін, бұл қатты ма, сұйық па әлде газ ба, соны жазамыз. Келесі бізде кері байланыс. Сіздерге бүгінгі сабақ қызықты болса, 3 деп қойыңыздар. Есте сақтау кезеңіне 2 деп қойыңыздар, ал сұрақ болатын болса 1 деп қойыңыздар. Сіздерге үй тапсырмасы. Сілтілік металдар, инертті газдар, галогендерді қолдану салалары бойынша қосымша ақпарат жинап келіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.